Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қалайсыздар? Менің каналым отбасылық канал. Біздің бүгінгі айтып өтетін тақырыбымыз осы аппарат туралы. Бұл аппаратты естіген, көрген шығарсыздар. Бұл аппарат небулайзер немесе ингалятор, әр жерде әртүрлі айтылады. Көбінесе осы поликлиникада немесе больницада дәрігерлер нұсқаулықта беріп жатады, ұсыныстар беріп жатады. Жаңағыда небулайзермен, ингалятормен балаға маскамен дәрі беріңіз дейді. Сол кезде аналар білмей жатады, көбінесе қалай қолдану керектігін. Біз қазір айтып өтетін боламыз. Өзіміздің бүгінгі тақырыбымызда осы жайлы болады. Мендегі Амрон небулайзері көп жерде Амрон небулайзер мақтап жатады. Сол секілді менде жаңағы кері байланысына қарап Амрон небулайзер алған болатынмын. Бұл осындай Амрон небулайзер. Менде Амрон С12 Total небулайзер сериясы. Бұның көп түрі бар, өте көп. Нарықтағы бағалары да әртүрлі, соған орай шарықтай береді. Қазіргі де небулайзерлер шығып жатыр, олар ешқандай тоққа қосылмайды. Балаға просто масканы апарасыз, электронды түрде қосып қоясыз, кнопкасын басып, солай дәрі арқылы кете береді. Ал біздікі қазір тоққа тығылатын небулайзер. Бұл негізгі блок бұл компрессор деп аталады. Компрессор мұның осындай түрде. Бұның бөлшектері көп, құрал жабдықтары дейді. Құрал жабдықтары өте көп. Оған жалғанады осындай воздушный трубки дейді, ауа өткізетін трубалар жалғанады. Осы тетігіне көрініп тұрған шығар, осы тетігіне тығылады осылай. Содан кейін осындай резервуар, бұл атауы резервуар деп аталады. Бұның ішіне дәрі құйылады. Көрініп тұрған шығар, дәрі құяды осының ішіне. Осыны осылай жабылады. Мынау колпачок, переходник деп аталады. Переходник. Бұның бәрі жеке-жеке осындай пакетте оралып тұрады. Бұны ашасыз, осылай осының ішіне дәрі құясыз. Менде мысалы айтып өтсек физраствор, физиологиялық ерітінді. Баланың жаңағы салмағына, жасына өлшеніп істелінеді. Үлкен адамға басқа доза, кішкентай балаға басқа доза сәйкесінше. Осылай жабамыз. Осылай жабылады. Бұраймыз, жауып бұраймыз. Өте нұқты бекейді. Және осы переходникті осы жерге саламыз. Мына бір бөлігін, екі бөлік қой екеуі. Бір бөлігін осы компрессіге саламыз, екінші бөлігін осы ұшына қарай саламыз. Осының тесігіне қарай апарамыз. Енді мына жерге маска саламыз. Маска бұл жерде комплектте екі маска жүреді. Екі маска жүреді, біреуі үлкен маска, екіншісі кішкентай балаларға арналған маска. Біз кішкентай балаларға арналған масканы сала берейік. Осылай саламыз және тоққа тығамыз. Тоққа тығамыз және басатын кезде осыны бұраймыз. Мынау қосу, өшіру деген осылай. Мына жері мынау стаканчыкты қойып қоюға, резервуарды осылай қойып қоюға арналған. Және айта кететін жайт, қолданған кезде осы резервуарды тік ұстап отыру керек. Және кішкентай бөпеге де бұны ұсыныла береді емдеген кезде. Бөпеге мысалы қолымызда бөпе тұрса, бір қолымызбен істеу керекпіз ғой. Ол кезде былай жатқызуға болмайды, бұны горизонтально ұстауға болмайды. Тек вертикальды түрде ұстау керекпіз. Өйткені кейде былай ұстаған кезде дәрі осы трубка арқылы ағып кетуі мүмкін баланың аузына, мұрнына. Солай қауіп төндіріп алуымыз мүмкін. Оны тек тіке ұстауы керек. Или былай шалқайтып тастауға болмайды. Өйткені шалқайтып ұстаса дәрі дұрыс ерімейді, нәтижесі болады соңында. Тік ұстау керек, щоб бу шығу үшін, осы жерден бу шығады. Жаңағы мына жерге құйған дәріміз көп микрочастицаға бөлінеді да, бу арқылы балаға өкпесіне, бронхларына жетеді. Комплектте осындай зат бар. Бұны үлкен адамдарға, негізінде үлкен адамдарға қолданады. Яғни мұрнына апарып
емдейді. Яғни ол тыныс жолдарының, сыртқы тыныс жолдарына ауаны ылғалдандыру. Яғни осы резервуарға жаңа мен айтып өткендей физиологиялық ерітінді саламыз, немесе дәрігерлер нұсқа беріп жатады, мукалтин дейді, ерітіп, амбро ерітіндісін дейді, пульмикор дейді. Енді оның барлығы баланың жағдайына қарай береді. Және де қолданып пайдаланып болғаннан кейін бұның барлығы осылай алып, жаңағы жылы суға, ағып тұрған жылы суда жуып алу керекпіз, және құрғатып қойып қоюымыз керекпіз. Осылай ар бөлшектерімізді жуып, осылай бөліп қойып қою керекпіз. Келесі қолданғанда таза, құрғақ болу үшін. Және қолданған кезде 10 минут қолдану керекпіз. Күніне 2 рет, азында кешке. Балаларыңыз ауырмасын, дендері сау болсын, мықты болып өсе берсін. Егер де ақпарат қызықты болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып, комментарий жаза өтіңіздер. Өте қуанышты болып қаламын. Рахмет сіздерге. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі тақырыпта өте қызықты ақпарат